басында уақыт баяу өтеді дегенге сенесіз бе? Бұл жай ғана аңыз емес, ғылыми дәлелденген факт. Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы бойынша гравитация неғұрлым күшті болса, уақыт соғұрлым баяу өтеді. Жер бетінде гравитациялық күш жоғары болғандықтан уақыт қалада немесе теңіз деңгейінде сәл де болса баяу өтеді. Ал таудың биігінде гравитация әлсіз, сол себепті уақыт аздап тезірек өтеді. 2010 жылы ғалымдар өте дәл атом сағаттарымен эксперимент жасап, тіпті биіктіктегі 30 сантиметр айырмашылықтың өзінде уақыттың әр түрлі өтетінін дәлелдеді. Яғни, сен күнде тауға шығып жүрсең, секундтың кішкентай ғана бөлігінде жасарып жатуың мүмкін. Ғылым таңғажайып, және бұл тек бастамасы ғана.